Сәлем құрбым, бүгін мен сіздерге жүгеріні оңай, тез дайын болатын түрін көрсететін боламын. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Дайынып қойған жүгерімізді алып, ыдысымызға салып, суымызға құйып, 5 қайтара мені жуып алдым. Қараңыздар, қанша мусор шықты. Міне, бұл 5-ші жуым. Енді осыны мөп-мөлдір қылып толтырамыз. Сөйтіп толтырып болғаннан кейін газге қойып, азғантай шым-шым тұзымызды салып, бір бұрқ етіп аламыз. Қараңыздар, бір бұрқ еткен кейін осылай жүгеріні асты жабысқанмау үшін әбден араластыратын боламыз. Түптерін тегізіп, қараңыздар, бір бұрқ еткен кейін жай қойып қойдым. Сонымен өз буымен өзі пісіп жатты. Бір араластырып, бір хабарын алып қойдым. 1 сағат болды қайнап тұрғанына. Қараңыздар, суы сәл тартылып қалған. Жай қойып қойдым да. 3 сағаттан кейін қарасам, міне әбден суы тартылып қалған. Жүгері әдемі болып пісіп кеткен. Қараңыздар, өте әдемі болған. Бір бөлек ыдысқа кесеме 3 ожаудай қылып су құйып алдым. Қараңыздар, сап-сары болған. Қараңыздар, суы тартылып қалғаннан кейін мен қайнап тұрған шайнектегі суымды алып сорпаға құйдым. Суым құйып болған соң әбден араластырдым. Дәмін көрсем сәл тұзы аздау екен. Қой деп дәміне қарап өзім тұз салдым. Қалауларыңызға қарап салсаңыздар болады. Сонымен өзім газымды өшірдім да құртымды майдалап турай бастадым. Пышақтың көмегімен. Бұл қолдың құрты өте дәмді, тұзды екен, жақсы екен. Сіздерде құрт болмаса, сіздер айран қоссаңыздар болады. 1 литр айран қоссаңыздар да дәмі керемет болады. Ал мен құрт істедім, блендермен әбден майда масса болғанша араластырдым. Одан кейін тағы да түйіршіктер қалып кетпесін деп әбден майладым блендерім көмегімен. Құртымызды майлап болған соң сорпамызға жайлап салып алдым. Бөліп салдым. Қараңыздар, блендерімді қалып кетпесін деп оны да бір суға араластырып алғаным. Қараңыздар, түкте қалмады. Құртымды бәрін салдым. 20 құрттай маз салдым ғой. Енді әдем болып, жүгерімде әдем болып піскен, езіліп. Мен тағы 1 сағат пісіріп алдым. Өйткені жүгерім холодильникке салған кезде жиырылып қалады да, сәл қатты болып қалады. Менің көбінесе балдар болып жегеннен кейін барып, соның үшін сәл 1 сағат тағы да қосып қайнаттым. Сіз қалай дайындайтыныңызды астына комментарийға жазып кетсеңіз болады. Ас болсын. Менің парақшам пайдалы, алда уақытта жақсы видеолар салатын боламын. Мені жоғалтпау үшін подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Рахмет, ас болсын.